Жолдар шаһар мен шаһарды, өңірлерді, тіпті тұтас елдерді байланыстыратын стратегиялық объект. Қазақстан Еуразия құрлығының дәл ортасында орналасқан. Батыстан шығысқа баратын негізгі жолдар біздің еліміз арқылы өтеді. Қазір Қазақстан арқылы 12 халықаралық көлік дәлізі қатынайды. 5 темір жол, 7 автокөлік жолы. Еліміз Еуразиядағы стратегиялық логистикалық хабқа айналды. Бүгінгі заманауи жолдардың негізі 19 ғасырда қаланды. Уақыт өте келе технология мен дизайн дамып, біз бүгінгі инфрақұрылымға жеттік. Көлік министрлігінің мәліметінше 2025 жылы Қазақстанда 4,7 мың шақырым жаңа жол салу жоспарланған. Жаңа жолдарды салу жобасы бірінші санаттағы 3,7 мың шақырым жол, екінші санаттағы 1 мың шақырым жол төселеді. 2025 жылы құрылысы басталатын жобалар: Ақтөбе Ұлғайсын 234 шақырым, Қарағанды Жезқазған 572, Сарыағаш қаласының айналма жолы 102, Қызылорда қаласының айналма жолы 20 шақырым, Атырауда Сор 86, Рудный қаласының айналма жолы 16,9, Жаңаөзен Кендірлі 156 шақырым және Петропавл қаласының айналма жолы 8 шақырым. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы Қазақстан халқына жолдауында автожолдар мәселесіне арнайы тоқталды. Автожолдар қауіпсіздігін қамтамасыз ету аса маңызды. Халықтың өмірі мен денсаулығына тікелей әсер ететін тағы бір түйткіл бұл жол қауіпсіздігі. Мен былтырғы жолдауда бұған арнайы тоқталдым. Әрине, біраз шаруа жасалып жатыр. Соған қарамастан көлік апаттары азаймай тұр. Жыл басынан бері 22 мыңнан астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Шын мәнінде көп нәрсе көлік жүргізушілерінің өзіне байланысты. Себебі жол ережесін бұзатындар да аз емес. Жол ережесін бұзу бүгінгі күннің басты түйткілді мәселесі болып тұр. Алайда апат пен халықтың өміріне төнген қауіп тек жолда ғана емес, жолдың жиегінде де бар. Необходимо всем обществам формировать культуру вождения. Следует обратить внимание на электросамокаты. Эта тема оживленно обсуждается в обществе. Әрбір азаматтың, әрбір баланың өмірі қымбат. Бұл мәселеде ұсақ түйек деген болмайды. Электросамокаттар арзан қозғалыс құралы десем, келісетін шығарсыз. Бірақ қозғалыс құралы ретінде қауіпті десем, келісесіз бе? Енді самокат тізгіндеген кезде тәртіп бұзған болсаңыз, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 593 және 620 баптары бойынша жауапқа тартыласыз. Тәртіп бұзушылықты бақылау кезінде камералардың маңызы зор. Бүгінгі күнде жол қауіпсіздігін сақтау үшін 25 мыңнан астам камераларымыз бар. Жалпы бізде мынау видеокамералар республика бойынша 1,5 миллионнан артық. Ол енді көше қауіпсіздігі жаңағы, ал жол қауіпсіздігіне арналған жаңа айттық. Енді оны әрі де ұлғайтатын боламыз әлі. Енді цифровизация ақырын келе жатыр, ауылдарға да келе жатыр бәр жерге. Сол себептен бұл жұмысты күшейтетін боламыз. Жол қауіпсіздігі дамыған сайын біздің өміріміз жеңілдейді. Жолдар бұл тек қозғалыс емес, жарқын болашаққа апаратын даңғылға айналуы қажет. Мемлекет басшысы айтқандай, түптеп келгенде жасалып жатқан дүниенің әрқайсысы қауіпсіз Қазақстанды құру жолындағы маңызды қадамдар.